Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз рекурсияның практикалық тапсырмалары. Бірінші тапсырма ол бізде факториал. Факториал біз мысалда қарастырып кеттік, но сонда да біз көре салайық осы жерде. Так, олай болса, қазір онда жазамыз кеттік. Def факториал ол n болсын. Факториал дегеніміз ол мысалға сол санның көбейтінділері еді. Егер де n-іміз тең-тең 1 болатын болса, онда return 1-ді қайтарамыз. Else return n көбейтілген факториал n-1. И n тең int input print fact n-ді берсек болған. 5-ті берсек 120 шығады, 4-ті берсек 24 шығу керек, и 6-ны берсек 120 шығу керек. В принципе, осылайынан шығады екен. Яғни бұлықта логика 5-ті, яғни 1 болғанша алып келуі. Сонда 1 болған кезде 1 деген мәнді аламын, одан кейін екінші факториалға оны саламын. Екінші факториалдағы мәнді үшінші факториалға саламын, 4-ке, 5-ке. Соңында бізге факториал деген мәнді қайтарып береді екен. Одан кейінгі тапсырма ол бізде қосынды деген арифметикалық мүшесінің қосындысы. Арифметикалық мүшесінің қосындысы ол негізі біртіндеп алып отырып қосатын еді, дұрыс па? Так. Бұл арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесімен айырмасы берілген a1 тең 2, a2 тең ол бізде тоже 2. Хорошо. 5-ші мүшесі ол бізде 10 болады екен. Қосындысы m болады. Хорошо. Окей, онда былай істейік. Def arif proc-тикті ішіне ады n деген дұрыс па? Ады n деген a деген басындағы мүше, мынау айырмасы, мынау қаншашыншы мүше екені. Егер n тең 1 болатын болса, бізге a-ның өзін шығарып берсек, значит, бірінші мүше керек болса, a-ның өзін шығарып берсін бізге. Одан кейін бұлардың мүшесінің қосындысын жинайтын маған global s керек болады. S тең 0 деп неқалы бола салам. Сөйтемді мен бидемін қазір. Егер менің n-ім тең 1 болатын болса бұлай, ал айтпесе болсын бұлайынан. M тең ды қосылған arif proc a d и n-1 болсын. И s тең s қосылған m болсын. Изначально a тең 2, d тең 2 болды. Системда n тең int input. Системда n-нші мүше, яғни мүшесі тең болсын arif proc a d и n-ге болсын да. И print қосындысы тең болсын s-ке болсын. Так, s-ті алды, неқті алды. И, по-моему, жерде қазір не болып қалады жоқ? 5 теңіз 28 болып қалады, по-моему. Так. n-ші мүшесі arif proc a d n. Return бермеген екен ма? Return m деп берем ма? По-моему, 5 деген кезде 28 болып қалады. Сөйтемді мен s-қа изначально бірінші мүшені қоса салам. Сол кезде 5-те менде 5-ші мүшесі 10 шығады, ал қосындысы менде 30 шығады. В принципе, осылайдан істеуге болады. Үшінші тапсырма бізде уақыт. Негізді вообще рекурсиясыз ақ оңай шығаруға болады. 2 көбейту 3600,
30 көбейту 60 қосылған 40 дей салсақ вообще оп-оңай шығатын еді да негізі. 2 көбейту h 30 көбейту m и қосылған s бола салатын еді. Но ақыры егер рекурсиямен сұраған болса, онда былай істейміз. Так, амал жоқ. Уақыт па? Уақыттікі уже сағат, минут и секунд болсын. Мынақты былайынан алсақ. Егер біздің уақытымыз тең-тең 0 болатын болса, сағатымыз және минут тең-тең 0 болатын болса, онда return секундтың өзін берсек. Егер біздің уақыт сағатымыз 0 болатын болса, онда return біз 3601 сағатта 3600 секунд бар, қосылған уақыты жоқ десең. H минус, так, уақыттың, именно сағаттың минус 1-ін и секунд осылай береміз. Ал егер вдруг ондай сағат 0-ден үлкен емес, вдруг уж только минуттар саны көп болатын болса, значит, return 60 қосылған уақыттың сағат өзгермейді, бірақ минус уже 1 болады. И мынау секунд күйінше. Жалпы мына жерде 3600 дегеніміз 1 сағаттағы секунд саны, анақта 60 дегеніміз 1 минуттағы секунд саны. Значит, 60-ты қосып жатырық минуттың азайғанына қарай. Сөйтіп соңында жинап біз s-ке береді екенбіз. И уақытыға HMS деймін да. Map int input .split. И print уақыт ms болсын. 2 30 40 90 40 0 сағат 40 секунд 40 секундтың өзін береді. 0 сағат 1 минут 40 секунд, оған 100 секунд беру керек. Есеп осымен тура шығады екен. Келесі тапсырма бітіп қалды ма? Келесі тапсырма, хорошо, мынаны істей салайық. 4-ші тапсырма анықтау дейді. Төменде берілген программалардың қызметін анықтаңдар. Программада k-ның мәні осындай болатын болса, программа қандай нәтиже береді. Окей. Rec келеді, неқа global s береді, n% 10 осы жердегі мынаны алады. Егер сол 0-ге тең болатын болса, s-дің мәні 1-ге артсын. Егер ол 0-ге тең болмайтын болса, онда тура осыны мынау 10-ға қысқартатын болсақ, осыны қайтып шақырады. Сөйтіп шығарады, сөйтіп соңында return s-1 береді екен. Окей. И соңында не дейді? Бұл программалар қандай нәтиже береді? Мына мәнді беріп көрейік. Изначально 8 келді. 8 келеді де 8 0-ге тең емес. И изначально сөйтеді, мынау кетеді. Одан кейінгі мән ол бізде 0 болады. 0 бізге неге тең емес? 0 бізге 0-ге тең, s-дің мәні 1-ге артады. Сөйтеді, екіншіне де артады. 4-те өтіп кетеді, 3 өтіп кетеді. Сөйтеді, мынаға келген кезде мынау да өтіп кетеді. Мынау өтпейді, 3 болады. Сөйтеді, мынаға келген кезде өтіп кетеді. И 6-ны шақырған кезде ол тағы да 0 болады да. 6-тан кейін тағы 0 болады да. S-дің мәні тағы 1-ге артады, 4 болады да. И S-1 дейді да, экранға 3 шығады. Сонда на кодтың мағынасы мына k-дағы 0-дердің санын анықтау екен. Құр s күйінше беретін болса, бұл жерде n 2 бөлінген 10-да 6 болған кезде 0 болып қалады да, сөйтіп s-дің мәні 4 болып кетеді. Ал бізде осы санның ішінде ол негізі 3 рет кездескен. Сол үшін -1 берілген ол. Так, онда былай істейік. Екіншісі dev дейді, и оның ішінде де тоже осы. n% 10, сөйтті p саны, яғни соңғы қалдығы 5-тен үлкен немесе тең, және 2-ге бөлгенде қалдығы 0 болатын болса, z-ның мәнін арттыр. Әйтпесе кішкентай қайтар дейді, return z, окей. Так, понятно ғой, уж. Так, бізде 5-тен үлкен және 2-ге қалдықсыз бөлінетін ол 1, 2
и 3 и 4 болады екен. Значит, жауабы 4 болады. Бұяқта ешқандай з минус 1 берілмегендіктен жауабы сол күйінше шығады. Сонда мынау кірмей қалады, себебі 2-ке қалдықсыз бөлінбейді. Сол себепті де 9-ды біз қарастырмаймыз. 3, 4, 0 дегендердің бәрі олар 5-ке үлкен немесе тең емес болғандықтан оны да қарастырмаймыз. Олай болса, сіздермен болған информатикаға назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.